Сәлеметсіздер ме? Менің неврология 2 минутта каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін мембраналық потенциал туралы айтқым келеді. Мембраналық потенциал дегеніміз мембранаға ешқандай электрлік импульс әсер етпеген кездегі тыныштық жағдайын айтамыз. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай мынау жасуша мембранасы. Жасуша мембранасының ішкі және сыртқы жағын ажыратып аламыз. Жасуша мембранасы жасушаны сыртқы ортадан сақтап тұрады, яғни қоршап тұрады. Жасушаның ішкі және сыртқы бетінде әртүрлі оң және теріс зарядты иондар болады. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай мына көк түсті дөңгелектер жасушаның сыртқы бетінде, бұлар натрий иондары. Ал оранжевый түстегілер бұлар хлор иондары. Сонда жасуша қозбаған тыныштық жағдайында жасушаның сыртқы бетінде натрий және хлор иондары көбірек орналасады, яғни катиондар. Ал енді мынау жасушаның ішкі бетінде қызыл түсті бұлар калий иондары деп алатын болсақ, және сұр түсті бұл органикалық аниондар, яғни бұл органикалық анион дегеніміз теріс иондар. Яғни жасушаның ішкі бетінде сонда тыныштық жағдайында калий және органикалық аниондар орналасады екен. Сонда жасушаның ішкі беті теріс, сыртқы бетінде оң зарядты иондар орналасқан, яғни жасушаның ішкі беті -70 милливольтке тең, яғни тыныштық потенциалы -70 милливольтке тең. Мембраналық потенциалды, яғни реттеп отыратын иондардың тепе-теңдігін сақтап отыратын бұл арнайы каналшалар бар. Осы каналшалар арқылы олар ішкі және сыртқы бетке өтіп, яғни осы процесті тең дәрежеде сақтап отырады. Яғни солардың бірі натрий калий АТФ фазды насосы каналшасы. Яғни осы арқылы 3 натрий сыртқа, 2 натрий жасушаның ішіне еніп отырады. Яғни бұдан да көріп отырғанымыздай оң зарядтылар сыртқа көбірек шығып, яғни іштегі теріс зарядты сақтап қалуға әсер етеді. Және де екіншісі бұл калий каналшалар. Калий каналшалары мембранада өте көп, натрий каналдарына қарағанда өте көп орналасқан. Сондықтан калий жасушаның сыртына үздіксіз өтіп отырады. Калий жасушаның сыртына үздіксіз өткен кезде жасушаның ішкі бетінде аниондар көбірек қалады. Осылай жасушаның ішкі бетінде теріс зарядтар сақталады. Егер калий жасушаның сыртына үздіксіз өтетін болса, яғни бұл -90 милливольтқа дейін жетуі мүмкін. Егер ол яғни қалыптыда 70 милливольтке тең дедік қой, сол процесс сақталу үшін енді жасушаның ішіне оң зарядтар ену керек. Ол натрий оң зарядты натрий иондары жасушаның ішіне өткен кезде жасушаның ішіне қайтадан -70 милливольтқа тең болады. Яғни тыныштық потенциалы -70 милливольтқа тең болады. Яғни бұл процесстер жасушаның сыртына және ішіне өту процесстері, бұлар диффузия және электростатикалық процесс бойынша жүреді. Диффузия дегеніміз бұл калийдің диффузия жолымен өтуі болды бұл кезде. Диффузия дегеніміз яғни иондардың көп жерден аз жаққа қарай таралуын айтамыз. Яғни калий осы диффузия процесі бойынша жасушаның сыртына өтіп отырады. Ал электростатикалық күш бойынша натрий жасушаның ішіне өтті. Бұл яғни теріс зарядтарды, оң зарядтарды ішке қарай тартуы. Осы бойынша реттеп, яғни тыныштық потенциалы -70 милливольтқа теңестіріп отырады.